Жедел хабары барша бұл жаңалықтан хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабат улан қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы ескертуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. 11 қыркүйекте елімізде сейсмикалық жаттығулар өткізіледі. Алматыдан 839 шақырым аумақта жер сілкінді. Қазақстанда 19 қала сейсмикалық аймақта орналасқан. Сейсмикалық жаттығулар барысында тұрғындар жойқын жер сілкінісі кезіндегі өз-өзін ұстау ережелерімен танысып, қауіпсіз орындарды анықтау, зардап шеккен халықтың қабылдау пункттеріне жиналуы сияқты кейбір іс-әрекеттерді де іс жүзінде пысықтайтын болады. Баршаның назарына сигналын естіген кезде тек сабыр сақтаңыздар. Тұрғындарға мүмкіндігінше ғимараттан шығу қажет, ал ғимараттан шығу мүмкіндігі болмаған жағдайда қауіпсіз жерді паналау қажет делінген мәліметте. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.